Ол туралы бәрі бірдей біле бермейді, бірақ білетіндер оның барлық мүмкіндіктерімен жақсы таныс және көптеген аурулармен күресте үнемі пайдаланады. Бұл препарат метилен көк, немесе жалпақ тілмен айтқанда синка деп аталады. Сонымен метилен көк дегеніміз не? Ол ағзаға қалай әсер етеді? Қандай аурулардан көмектесе алады? Және кімдерге синканы мүлдем қолдануға болмайды? Сонымен көк метиленнің пайдасы мен зияны туралы толыққанды ақпарат алғыңыз келсе, бейнені соңына дейін қараңыз. Ал біздің жаңа роликтерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп колокольчикті басып, все уведомления батырмасын таңдаңыз. Көк метилен дегеніміз не? Метилен көк препараты метилтианин хлоридінің 1% сулы ерітіндісі. Қара көк түсті зат 1876 жылы неміс ғалымдармен синтезделді. Осы сәттен бастап ол алғашқы антибиотик ретінде, сондай-ақ алғашқы антипсихотропты препараттың бірі ретінде қолданылды. Препарат безгекке қарсы дәрі ретінде, ағзаның улануына қарсы антидот, антидепрессант ретінде және тіпті Альцгеймер ауруын емдеуде де қолданылып келді. Оның жалпы пайдасы қандай? Бүгінгі таңда заманауи медицина синканың көп қырлы пайдалы қасиеттерін ашып жатыр. Метилен көк антисептикалық, вирусқа және бактерияға қарсы, саңырауқұлақпен қабынуға қарсы, анальгетик және жоғары қауіпсіздік профилі бар қалпына келтіретін препарат деп анықталды. Сонымен қатар әртүрлі улану кезінде жақсы көмектеседі. Патологиялық жасушалардың өсуі мен дамуын тежейді. Препарат медицинада белсенді қолданылады. Ол су және спирттік ерітінділер ретінде қолданылады. Негізінен синка отоларингологтардың, дерматологтардың, урологтардың, стоматологтардың және гинекологтардың, тіпті мал дәрігерлерінің дәлелденген көмекшісі болып табылады. Ол шырышты және теріге әсер ететін көптеген ауруларды емдеуге жақсы қолданылады. Микроорганизмдердің генетикалық материалын блоктау арқылы ол жұқпалы аурулармен, паразиттермен күресуге көмектеседі. Сонымен қатар жасушалардың дегенерациясын бәсеңдетуге қатысады. Метилен көк қандай аурулардан көмектесе алады? Кеңес заманында балалардағы стоматитті синкамен емдеген. Лор тәжірибесінде ол баланың немесе ересек науқастың тамағын емдеу үшін ангинадан жақсы көмектесті. Мұндай тәжірибе бүгінгі күнге дейін жалғасуда, және бұл оның басым қолданылуы болып табылады. Ал вирусқа және бактерияға қарсы мақсатта оны тіпті ішке де қолдануға болады. Бірінші және екінші дәрежелі күйіктерді емдеуде тездетеді. Инфекцияның алдын алады және жаралар мен сызаттарды дезинфекциялайды. Термиялық, химиялық және күннен күйіп қалуын, сондай-ақ әртүрлі жараларды емдеу үшін жақсы қолданылады. Ересектер мен балалар туылған сәттерінен бастап, ерітінді емделгенге дейін күніне 2-3 рет зардап шеккен аймақтарға тампонмен жағуға болады. Сондай-ақ ол үлкен жаралардың жағдайын да жақсартады. Төсек тартып қалғандардың қысым жараларын емдеуге де көмектеседі. Екіншіден, ол әртүрлі этиологиядағы стоматит сияқты көмей мен жұтқыншақтың вирустық және инфекциялық қабыну ауруларында қолданылады. Олар стрептокок, ларингит, фарингит, соның ішінде бактериялық, вирустық және аллергиялық, іріңді тонзиллит, созылмалы тонзиллит, әсіресе ұзақ уақыт бойы және асқынулар болған кезде. Атрофиялық гласит, тілдің қабынуы, ауырсынуымен және дәмінің бұзылуымен бірге жүреді. Ересектер мен балаларда ауыз қуысының кандидозы. Үшіншіден, зәр шығару жүйесінің аурулары кезінде сыртқы және жергілікті антисептик ретінде метилен көк тиімді, қауіпсіз және үнемді препарат болып табылады. Несеп жыныс жүйесіндегі қабынуды азайтады. Зақымдалған тіндерді қалпына келтіруге көмектеседі. Уретрит пен цистит кезінде уретрамен қуықты жуу үшін қолданылады. Қабынуды тез жеңілдетеді, құрысуларды босаңсытады. Бұл жағдайда қуыстарды сулы ерітіндімен жуу керек. 1 мл көк метиленге 50 мл су қосыңыз. Жағдай жеңілдеп, ауру белгілері жойылғанға дейін тәулігіне 2 реттен қолдануға болады. Төртіншіден, ол пиодермия, яғни терінің іріңді қабынуын емдеу үшін жақсы қолданылады. Грибок аурулары экземаның инфекциясын болдырмайды, терінің бөртпелерін басады. Кәдімгі герпес вирусымен, оның ішінде айналмалы герпеспен күреседі. Сонымен қатар қызылша мен жел шешекке көмектеседі. Емдеу процесін жақсартады және жаңа қабынудың қосылуына жол бермейді. Сондай-ақ ерітіндіні мақта тампондармен немесе зақымдалған және іргелес тіндерге бүршікпен жағу ұсынылады. Толық емделгенге дейін күніне 2-3 реттен өңдеп отырыңыз. Ал рожа және ұқсас аурулар кезінде ашылған көпіршіктерден кейін қалған эрозиялық жара беттерін дәлме-дәл өңдеу керек. Бесінші,
Метилен көк туылғаннан бастап балаларды емдеу үшін, сондай-ақ жүктілік және лактация кезінде әйелдерге қолдануға болады. Әйелдер үшін лактация кезінде емізік жарылған жағдайда дезинфекциялаушы және жараларды емдейтін құрал ретінде қолдануға болады. Мұны істеу үшін мақта тампонымен емізікті тура өңдеңіз. Сондай-ақ жаңа туған нәрестелерге көмей мен жұтқыншақтың жұқпалы қабыну ауруларында антисептикалық агент ретінде қолдануға болады. Препарат күйдірмейді және патогендердің таралуына жол бермейді. Сонымен қатар жөргек дерматитін емдеуді тездетеді. Балаларға ерітіндіні тампонмен күніне 2-3 рет зардап шеккен аймақтарға қолданылады. 6. Ішке қабылданған кезде анафилактикалық шокқа көмектеседі. Әсіресе егер сізде қан қысымы айтарлықтай төмендеген болса. Әртүрлі вирустық инфекцияларда сананың шатасуы, есте сақтау қабілетінің жоғалуы және зерттеулер көрсеткендей, бұл депрессияға жақсы көмектеседі. Альцгеймер ауруына және тіпті подаграға көмектеседі. Зәр қышқылының аз мөлшерде ыдырауы арқылы ол антиоксидант және қабынуға қарсы зат ретінде әрекет етеді. Альцгеймер ауруымен ауыратын адамдарда метилен көк ми жасушаларының дегенерациясы мен қартаю процестерін баяулатады. Деменцияның дамуын айтарлықтай тоқтатады. Нәтижесінде пациенттердің жағдайындағы оң динамика байқалады. Сондай-ақ сальмонелладан туындаған ішек инфекцияларын емдеуге тиімді болып табылады. Оның вирусқа қарсы белсенділігі уақытпен тексерілді. Африка елдеріндегі эбола эпидемиясы кезінде препарат эболамен күресуге сәтті көмектесті. Негізінен күніне 4 рет 1 стакан суда сұйылтылған 3-4 тамшыдан ішіп отыруға болады. Егер сіз осы өнімді қолданатын болсаңыз, 1% ерітіндіні алу қажет. Есіңізде болсын, барлық жағдайларда ішке қабылдағанға дейін міндетті түрде дәрігермен ақылдасу керек. Жақында болған пандемия кезінде ғалымдар көк метиленді COVID-19-ға қарсы қолдану үшін зерттеулер жүргізді. Сынақ нәтижелері көк ерітіндінің коронавирус кезінде ішке қабылдау немесе ингаляция жасау арқылы әсер етуінің тиімділігін көрсетті. Нәтижесінде жағдайдың жақсаруы, өкпенің зақымдануының тоқтауы байқалды. Алайда бұл зерттеулердің барлығы тек эксперименттік сипатқа ие. Сондықтан синка вирусты толық жеңе алады деп айтуға әлі ерте болып табылады. Синканың қарсы көрсетілімдері. Оны бір мезгілде антидепрессанттармен бірге қабылдауға болмайды. Егер олар бірге қабылданса, онда серотонин тым көп бөлінеді. Кез келген жағдайда қабылдаудан бұрын дәрігеріңізбен кеңескен жөн. Минималды қарсы көрсеткіштер, кең спектр, пайдалану ыңғайлығы және қол жетімді баға. Осы қасиеттердің арқасында синка сіздің үйіңіздегі алғашқы көмек жинағында ерекше орын алады және керемет көмекші болып табылады деген үміттеміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.